Халқымыз киік немесе ақбөкен деп айтатын жануар сарыарқаның кең жазығында шөлейтті жерлерде тіршілік етуге бейімделген киік-қоңыр аң қазақ даласының көркі дене тұрқы қойға ұқсас дөңес тұмсығы күйіс қайтаратын жануар. ол негізінен қазақ даласы мен моңғолия жерінде ғана сақталған. текелерінің тұрқы 126-150 см, салмағы 37-49 келі, ал ұрғашылары сәл кішірек, шамамен 109-127 см, салмағы 22-37 келі. ақбөкендердің табында жүздеген мыңдаған бас бар. әдетте топты текелер емес ұрғашы киік бастап жүреді. 10-12 жыл аралығында өмір сүретін киіктер көктемнің кеш туатынын немесе қыстың қарлы боранда суық болатынын алдын ала болжап біледі. киіктер көбіне егізден, кейде үш лақтан туады. енесі өлген лақты кез келген киік жатсынбай емізіп ертіп алып кетеді. жаңа туған лақ 2-3 сағат ішінде еміп аяқтанып кетеді. киіктің лағын құраламай деп атайды халқымыз. ауа райының құбылмалы кезіне байланысты айтылатын құралайдың салқыны осы мамыр айының 18-21 жұлдызы аралығында дөп келеді. қазақта осы мезгілде киік лағын өргізеді деген ұғым бар. киік халқымыз киелі жануар деп есептейді. ел арасында ақбөкенді атқан адам бақытсыздыққа ұшырайды деген сенім бар. қазақ еліне жақын тұтып аялап кие тұтатын түс тағыларының бірі киік. қызға құралай деп ат қою елден ерек сүйкімдіні киіктің лағындай екен немесе құралайдың көзіндей мөлдір деген әдемі теңеулер халқымыздың сайын даланың еркесіне деген ерекше көзқарасынан, оны жанына жақын тұтқанынан туса керек. ал зерттеушілер мен табиғат жанашырлары киіктің ерекше, ешбір аңға ұқсамайтын қасиеттерін алға тартады. киік қазақ секілді сайын даланы еркін мекендеп, судың тұнығын ішіп, ауаның тазасын жұтып, жердің сұлуын таңдап көшіп-қонып жүретін түз тығысы. халқымыз мамырдың аяғына таман соғатын суық желді құралайдың салқыны деп бекер айтпапты. өйткені бұл уақытта көптеген жерден ызғарлы суық келіп, жаңбыр мен қар араласып жаууы мүмкін. дәл осы кезеңде киіктер төлдейді. түз тағысы алдын ала шыбын-шіркей жоламайтын, үнемі жел есіп тұратын беткейді таңдайды. ақбөкен басқа жануарлар секілді шаранасын жыламай, лағын бірден төпелеп тұрған жаңбыр суының астына тосып, өзі де жаңбыр суына тазаратын көрінеді. шаршаны желдің өзі кептіреді. киіктің тағы бір ерекшелігі жетімін жатқа қалдырмайтын. қазақ секілді жетім қалған лақтарды далаға тастап кетпейді екен. далада аналық алдынан маңырап шыққан жетім лақты емізіп, бауырына басып, өзімен бірге қалдырмай ертіп жүре беретін мейірімді жануар деседі мамандар. сонымен бірге ақбөкеннің ен далада ойнақтап жүрген мыңдаған лақтың ішінен өз төлін адаспай табатын қасиеті бар екен.
олардың тағы бір ерекше қасиеті ұрғашы киіктер іштегі төлінің ұрғашы немесе еркек болып туылуын өздері реттейтін көрінеді. егер араларында текелері азайып бара жатса, сол жылы кілең еркек лақтырды. өмірге әкелетін өз есімін өзі бақылайтын жер бетіндегі бір ғана жануар осы киік. осыдан кейін Құдайдың құдіретіне таң қалмай көріңіз. Ақбөкендердің айрықша қасиетінің бірі мәрттігі мен сертшілдігі. олар соңынан қуған қуғыншы ажалдың алдын кесіп өтуге өлермеден де ұмтылып, ақыры бір